Сәлем қыздар. Тапсырыс бергенмін. Солар туралы көрсетпекпін. Бірінші жібі мені алған Гималая жібі, Түркия өнімі. Антипилинг акрилит, акрил жібі 100%. 100 грамында 250 метр. 3,5-да 4 миллиметрлік сыммен тоқылу ұсынылады. Қолмен жууға болады, және кір жуғыш машинада жууға болады. 403 номерлі. Қыздар, шын айтайын, маған бұл жіп мелан жіп, аралас боялған жіп, мелан жіп деп аталады. Бұл жіп мен не үшін қызықтырғанын айтайын. Тоқыма барысында ешқандай узыр салып керек емес, өзі әдемі болып түседі. Мен білмеймін, қыздарыма осыдан жемпір тоқыға ұйғардым. Ролана классик жібі. Түсі 240. Бұның түсі кофе с молоком дейді. Мелан жіп, кішкене аралас, ақшыл аралас. Мен бұдан 2 заказ бердім. 5% акрил, 25% шерсть, яғни жүн. Кір жуғыш машинада жууға болмайды. Қолмен жууға ұсынылады тек қана. 3-4 миллиметрлік немесе 3-4 номерлі сыммен тоқылу ұсынылады, немесе 3-4 номерлі крючокпен тоқылу ұсынылады. 100 грамында 280 метр. Осындай мен бұдан 2 түс заказ бердім. Неке. Осы Alizé Superlana классик жібі. Бұның түсі 208. Бұл менде сұр түсті. Соң мен тағы да светлый коричневый меланж деген жазуында, бірақ ақшыл қоңыр түсті. Аралас бұнда да көрінетін болар сіздерге. Бұның түсі менде номері 207 номерлі жіп. Кейінгі жіп менде Alizé Simli Sal жібі. Бұның түсі менде 44 номер, 100 грамында 460 метр. Енді құрамы 95% акрил, 5% металликті, яғни мына жерінде жылтырлары мінекей. Бір тіні жылтыр, бір тіні жіп. 2-4 номерлі сыммен тоқылу ұсынылады, немесе 1 немесе 3 номерлі крючокпен тоқылу ұсынылады, қолмен жуу керек. Мінекей осы мен бұл жіптен Alizé Simli Sal жібінен мен біраз жіптер тапсырыс берген болу керекпін. Келесі менде бұл да Alizé Simli Sal, менде бұл номері 363 номерлі жіп. Келесі жіп менде мятный дейді, бір түрі көкшіл ма, жасыл, ақшыл жасылға келе ма, сондай түс. Бұл менде номері 114 номер. Alizé Superlana тек дейді. Бұл менде 499 номер. 100 грамында 570 метр. 2-де 2,5 номерлі, немесе 2-де 2,5 миллиметрлік сыммен тоқылу ұсынылады. 0 және 2 миллиметр шамасындағы крючокпен тоқылу ұсынылады. Бұдан да мен 2 тапсырыс берген болатынмын. Бұл менде лазурный дейді, аты, бірақ та жасыл түстерді, жасыл. Өте әдемі түс. Мен бұдан ұлыма бір нәрсе тоқимын деп ойлаймын. Одан соң Янар джинс, шын айтайын. Бұл жіпті мен алғашқы рет тапсырыс беріп тұрмын. Бұл жіппен тоқып көрген жоқпын, бірақ та көбінен естідім, өте жақсы жіп екен. 50 грамда 160 метр. Ұзындығы жақсы өте. 3,5 миллиметрлік сыммен тоқылу ұсынылады, немесе 3,5 миллиметрлік крючокпен тоқылу ұсынылады дейді. 55% мақта, 45% полиакрил. Түсі 68.
мінекей қолмен жуу ұсынылады дейді. Өзінің несі бар. Қазір мен сіздерге түсін айттым ғой да. Бұдан мен екеу тапсырыс бердім. Бұл менде көкшіл түсті. Тағы да көкшіл түсті екінші жіп. Бұның номері 16 номер. Тап осы янард джинс жібі. Бұл менің ұлыма арналған жіптер. Бұл да менің Alize Cotton Gold Tweed жібі. Алғашқы рет тапсырыс бергенім, қыздар. Мені бұл несімен қызықтырды деп ойлайсыздар. Мұнда сүт түсте жіпті. Өзі арасында қоңыр түсті нүктелер бар, точкалары бар. Бұдан қандай нәрсе шығатыны мені қызықтырды. Мінекей тоқығы барысында мынадай болып шығады. Бұның құрамы 100 граммда 330 метр. Ұзындығы өте керемет. Түсі 01. 57% хлопок, 40% акрил, 3% полиэстер дейді. Қолмен жуу ұсынылады, кір жуғыш машинада болмайды, 3,5 немесе 5-тік сымдармен тоқу ұсынылады дейді. Сіз ойлап қалмаса, 3,5 тек қана 3,5 номерлі жіп сыммен және 5-тік сыммен деп жаңа. Бұл 3,5 номерлі сыммен 4-тік, 4,5, 5-ке дейінгі аралықтағы сымдармен тоқу ұсынылады деген сөз. 2 және 4-ші номерлі крючокпен тоқу ұсынылады дейді осылай. Өте жақсы. Мен бұл газал танго жібіне алғашқы рет заказ беруім. Өте жұмсақ. Ұстау барысында өте жұмсақ. Шын айтайын, мен бар ғой, ұстаған уақытта әжемнің түбіт жіндері есіме түсіп кетті. Түбіт, ұршықпен ерілген түбіт есіме түсіп кетті. Ақшыл түсті, өте жұмсақ. Білмеймін, тоқу барысында көреміз. 20% акрил, құрамында 70% полиамид, кешіріңіздер, 10% мериноз жүні. 50 граммда 275 метр бар. 3 және 3,5 сыммен тоқу ұсынылады дейді. Немесе 2-2,5 миллиметрлік крючокпен тоқу ұсынылады дейді. Осылай ой кешіріңіздер, түсі 14,85. Қолмен жуу керек, кір жуғыш машинаға болмайды. Мінекей. Бұл енді менің қыздарыма арналғанымыз. Бұл менде газал танго жібі, 14,80 номерлі жіп. Бұл менде сүт түстес, өте нәзік түсті. Қыздарыма керемет бір нәрсе шығады деп ойлаймын. Бірақ қараңыздар қыздар, бұның құрамында, бұның тоқылу барысы мыналар сияқты емес, мыналар ширатылған ғой жіптеді, амында өзара тоқылған. Дерек көрінеді деп ойлаймын. Амында кәдімгі мына әдеттегі жіптерде мысалы ширатылған болса, мына газал өнімдерінде мен алдында да бір газалдың тағы бір жібіне заказ берген болу керек. Мен шын айтайын, ұмытып тұрмын атын. Онда да осылай арасында өзірі тоқылған. Қызық, бүкіл газал жіптері осындай екен. Алдағы уақытта да мен бұған түр-түріне заказ тапсырыс беремін. Көреміз. Газалдың өзінің ерекшелігі сондай екен, әлде тек қана менің тапсырыс берген жіптерінде осындай ерекшеліктер бар ма? Одан соң мен 2 сымға тапсырыс берген болатынмын, қыздар. 40 сантиметрлік 4-тік және 5-тік сымдар не үшін керек екендігін сіздер өте жақсы білесіздер. Егерде менің арнама алғашқы келіп тұрған қыздар болсаңыздар,
Қош келдіңіздер. Менің алдыңғы шығарылымдарында бұл сымдар туралы айтқан шығарылым бар. Менің қазіргі байлығым деп айтсам да болады, осындай. Алдағы шығарылымдарда менімен болыңыздар. Егер шығарылым ұнаса, өз бағаларыңызды беріңіздер. Сонымен қыздар, сау болыңыздар. Пока-пока.